Асқабақ дәндері адам ағзасына қажетті витаминдерге, минералдарға, антиоксиданттарға өте бай. Асқабақ дәндерін шикідей де, қуырылған күйінде де жеуге болады, бірақ шикі тұқымда қоректік заттар көп болады. Қазіргі таңда ересектердің де, балалардың да ағзасында пайда болып жатқан небір созылмалы ауруларының себебінің көпшілігі ағзамызда паразиттердің, яғни ішек құрттарының көптеген түрлерінің шамадан тыс көбеюінде. Асқабақ дәндері халық медицинасында ішек құртқа қарсы қолданатын ең мықты әсер ететін құрал болып табылады. Олардың құрамында куркубинит бар. Ол құрт пен таспа құрттарын паралич ететін зат. Сондықтан асқабақ тұқымын қолданған кезде құрттар тез әлсірейді. Бұл оларды денеден шығарады. Адамның әл-ауқатын нашарлататын ішек және асқазан паразиттерінің мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Олар бірнеше миллиметрден 2 метрге дейін жетуі мүмкін. Асқабақ дәндері кез келген ұзындықтағы құрттармен күресуге көмектеседі. Жас және ересек паразиттерді бірдей тиімді түрде жояды. Асқабақ дәндерінің құрттарға арналған басты артықшылықтарының бірі табиғи құрал, яғни ағзаға өте жұмсақ әсер етеді. Адам ағзасына ешқандай зиянын тигізбейді. Сондықтан асқабақ дәндерін балаларға да беруге болады. Сонымен қатар, асқабақ тұқымдарын үнемі тұтыну ас қорыту жолын нығайтады және ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. Және асқабақ дәндерінің құрамындағы талшық артық салмақпен күреседі, ұзақ уақыт бойы тоқтылық сезімін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар асқабақ тұқымында саңырауқұлақтар мен вирустармен күресетін микробқа қарсы дәрумендер өте көп. Асқабақ дәндерінің келесі пайдалы қасиеті асқабақ дәндері сүйек түзуге қатысады. Тұқымдардағы магний сүйекті тығыз және берік етеді. Сонымен қатар остеопороздың пайда болу қаупін азайтады. Асқабақ тұқымдарының құрамында антиоксиданттар, талшықтар, омега-3 және омега-6 майқышқылдары бар. Элементтер жүрек қан тамырлары мен бауырға өте пайдалы. Талшық қандағы холестерин деңгейін төмендетеді және аритмия, тромбоз және жүректің ишемиялық ауру қаупін азайтады. Сонымен қатар, асқабақ дәндері қант диабеті, инсульт, инфаркттың алдын алады. Асқабақ дәндері қан қысымын және қандағы қант деңгейін төмендетеді. Бұл екінші типтегі қант диабетімен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Асқабақ дәніндегі триптофан созылмалы ұйқысыздықты жеңілдетеді, өйткені ол серотонин мен мелатонин өндірісіне қатысады. Олар дұрыс және сау ұйқы үшін жауап береді. Осылайша адамның жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады. Асқабақ тұқымдарындағы каротиноидтар мен фосфор көзге пайдалы. Майқышқылдары мен антиоксиданттармен үйлескенде, олар көз торын ультрафиолет сәулелерінің жағымсыз әсерінен қорғайды. Макулярлық деградация қаупін азайтады және егде жастағы адамдарда да көру өткірлігін сақтайды. Асқабақ тұқымындағы мырыш сперматозоидтардың сапасын жақсартады және бедеулік қаупін азайтады. Ол сперматозоидтарды аутоиммунды аурулар мен химиотерапияның әсерінен сақтайды. Антиоксиданттар тестостерон деңгейін қалыпқа келтіреді және репродуктивті денсаулықты жақсартады. Және асқабақ дәндері қанықпаған майларға бай. Олар теріні және шашты мықты әрі сау ұстауға көмектеседі. А дәрумені тері жасушаларын жаңартып, оны жасартып, әжімдердің пайда болуына жол бермейді. Асқабақ майы шаштың өсуін жақсартады, ылғалдандырады және шашты басқаруға мүмкіндік береді. Асқабақ дәндерінің тағы бір пайдалы қасиеті, оның тұқымындағы мырыш жүктілік кезінде өте пайдалы. Бұл босанудың уақытылы басталуына жауап беретін гормондардың деңгейіне әсер етеді. Жатыр инфекциясының алдын алу арқылы мырыш денсаулықты жақсартады және иммундық жүйені нығайтады. Берілген ақпарат сіздерге пайдалы болса, лайк басып, подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп қойыңыздар.